Бүгін Эргеш Оспанов орта мектебінің базасында оқушылар арасында мен Қырғызстандық болуымды сыйлықтаймын деген атайын жобаның негізінде жаш таланттарды анықтау мақсатында райондық тур өтіп жатады. Бұға чейін 8 айлы үкіметтің базасында зоналарда өтіп кетті. Бүгін аз таңдау учурлары болып жатады. Башында аябай мықты даярлықтар менен оқушылар бар екен. Біз билбеген таланттар бар екен. Ел іші өнергенші деген тур эле. Жаш таланттар бірақ қалса азыр şu мұғалімдер тарабынан жаш талант анықтап, жаш таланттардың мында көзін атып алсақ, бізде Қарақұлжада өнерге бай, өнерлі адамдар көп бізде. Ойыншылар, мықты жазушылар, ел ақындарымыз. Ошолордун жолдойт деген біз çok ишеним бар. Келечектеги биздин ушул жерде кыргыз эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери отурат деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушул жерде биздин улуу инсандарыбыз бар. Булар келечекте биздин кыргыз элинин маданиятын дүйнөгө таанат деген чоң ишеним бар бизде. Келечектеги азыр айтып атып, жаш таланттар катышып атат. Ушулар биздин кыргыз элинин маданиятын дүйнө элине таанып турган келечектеги биздин мыкты инсан болот деп тарбияланып чыгат деп ишенем. Ушулардан биз көп нерсени күтсөк болот. Abdurrahmanov İslam Osmanlı katına koşulukları 15-17 Abdurrahmanov İslam Osmanlı katına koşulukları.
Ақсақалды атаңда, ақелешек апаңда, басып ұйғырып, отырышты қатарда, ерлер мықты ойнасын. Чоң рахмат. Бүгін біздің Қарағылды районында абдан чоң балдар үшін жақсы іс-шара өтіп жатады. Бұл іс-шара биылғы біздің президентіміздің аймақтарды өніктіру жылына деген указына лайық өткөріліп жатады. Анткени мен Қырғызстандық екеніме сыймыктанамын деген сынақ ар жылы салыққа айланып бара жатады. Ошол мақсатта айылдардан жаш балдардың келечеги, Кыргызстандын келечеги боло турган балдардын арасынан таланттар изделип жатат. Бүгүн ыр бий сынагы болуп жатат. 7 жаштан 17 жашка чейинки балдардын сынагы. Биз ойлоп атабыз, ырдын бири ырыспай чыккан жерден бул ыр бий боюнча абдан таланттуу балдар бар экени аныкталып жатат. Кудай буйрса, биз жакын арада облустук сынакка катышабыз. Анда дагы биз эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ болобуз деген ойдобуз.
15 Мен Ош облустук балдар чыгармачылык борборунда улуттук маданият жана тил бөлүмүн жетектейм. Нуралиева Дилярам Кадыровна. Биздин быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү жылына карата ошо мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу аймактар аралык балдардын ыр жана бий сынагын райондук турларына жер-жерлерге келип өзүбүз катышып көрүп ошол жерде мыкты таланттуу балдарды облустук турга тандоо жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күнү биз ушул таланттардын ордосу болгон Каракулжа районуна келип, Каракулжа районунун ушул зонадан жеңип чыккан ыр бий сынактын жеңүүчүлөрүнү карап, мындайча айтканда 3 баскычта 7 жаштан 11 жашка чейин, 12 жаштан 14, 15 жаштан 17 жашка чейинки ар бир жаш өзгөчөлүктөн бирден жеңүүчүлөрдү облустукка тандап кетебиз. Ошондо жалпысынан айта турган болсок, Каракулжа районунун атынан облустук турда 6 жеңүүчү катышат. 3 жаш өзгөчөлүк боюнча. Облустук тур бизде март айында белгиленмекчи, 15 мартта белгиленет. Бул сынакта, бул облустук турда биз атайын Бишкектен күтүп отурабыз конокторду. Балажан эстетикалык окуусуздук борбору тарабынан келишип, өздөрү ошол республикада өтө турган аймактык турга жалпысынан Ош облусунун атынан 6 жеңүүчүнү тандап кетишет. Hey!
Абай Нургенди, Терек орто мектеби 4-класс окуучусумун. Жашым 10 жашта. Мен бул академ четкенди Эрназар агайыма 1-классынан баштап үйрөнүп жатам. Мен Шайдабаев Нурка 2-класс орто мектебинин окуучусу. Мени Кумат агай көптөн бери даярдап ушул сынактарга катыштырып келип жүрөт. Мен Карагулжа районунун Капчыга айыл өкмөтүнүн Терек суу айылынын тургуну Мамаков Шайлабаймын. Мен бул сынакка 2 неберем айылда ушул сынакка катышканга жолдомо алды эле. Ошону коштоп келдим. Мына райондо ушул мен кыргызстандыкмын деген конкурсту уюштурганына мен аябай ыраазы болуп отурам. Orta mektebinden geldim. 2. klasman. Nurayda men özüm үйрөнгө. Кыргыздарбы, мен Жомартов Алтынбек, ушу мен кыргызмын аттуу конкурска келип катышып жатабыз. Эргеш Осмонов мектептин атынан чыгып, ушу ырчылык өнөрүмдү көрсөткөнү келдик. Кудай кааласа чоң ийгиликке жетишебиз. Мен Анарбек кызы Айжан, Кашкажол айыл өкмөтүнө караштуу Жаңкылап айылынын Докторбек Куматов атындагы Жаңкылап орто мектебине келдим. Азыркы учурда мен 10-класстын окуучусумун. Мен бул Эргеш Осмонов мектебине мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу конкурска бийими тартуулап келдим. Жана бул мени көргөн элдериме жана мени колдоп келген адамдарыма, атама, апама жана өзүм жакындарыма чоң ысык салам жана мени ушул мектепке колдоп келгениңерге чоң ыраазычылык билдирем. Саламатсыздарбы? Мен Эрнис Айнура, Кашкажол айыл өкмөтүнө караштуу Жиде орто мектебинин 8 классында окуйм. Мен бул жака Асел Касматовнун Каражолго бии менен келгенмин. Мен Ибраим Оразалиев атындагы мектебинде окуйм. Менин жашым 7де. Мен 2 класстын окуучусумун. Мен берген бийлерим кыргыз бий жарыш бийим. Мен сиздерге ата мекенди коргоо күнү менен куттуктайм. Ana bir gibi, bir çalışkan yakın.
Мен Сатыбаев Ибраим, Өжекбекиев атында гимназия класстары бар орта мектебінің директорымын. Бұл сынақ жылда өткөрүлүп келгенмен быйыл өзгөчө мааниге ээ болуп отурат. Анткени Кыргыз Республикасынын президенти аймактарды өнүктүрүү программасын кабыл алгандан кийин албетте маданий жактан дагы ар тараптуу өнүгүүнү колго алышыбыз керек эле. Мен Бердибеков Берзат, 1 май айынын Токтол мектебинин атындагы орто мектебине келдим. Бул Осмонов мектебинде мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу концерт конкурска катыштым. Мен бул мөлмөл аттуу бий менен. Мен Трасанова Айсей, Тутулакны орто мектебинин 7-классында окуучусумун. Бул жака Осмонов мектебине мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам деген конкурска өзүмдүн биимди көрсөткөн үчүн келдим.
кымбаттуу конкурсанттар, барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чоң жетишкендикти каалайбыз. Бар болуңуздар. Сиздер үчүн ушул Орто Азиядагы Астана шаарында жеңүүчү болгон Жеңижок атабыздын Көксулуу дастанынан үзүндү айтып берели. Aşıkpın sizdey pergen, ait albay sırrım demigem adamdımın çağıyna bay ayttırbay bilsen emine. Kızıgam sizdey perge kıynalam çındap demige, kişini mınça çurkatbay degi kıynabay bilsen emine. Ay cüzdü betin nur çalıp, hazilindin oylosom ayılda jatpantın çalıp, altının çaçkan jarıktan aylanam gorkoğur çalıp, aşık tığıştın cayınandan azaptı tartımın çalıp, gündüzdü betin nur çalıp, takılığındın oylosom da günü gocatpan dotun çalıp, gümüşüm çaçkan jarıktan da gün göylör gorkoğur çalıp, kızıktın işi kurusun degidin onu tartımın çalıp. Çıkan göksulun cemalın dövüldayın, çöraşkan derine gelsin degi canşan baylara bulayın. Hurmatlı vatandaşlar, hurmatlı bugünkü katışıcılar, hazır jürinin төрайым баш болгон Атайын Калыстар тобу жыйынтык чыгарганга чейин 1-2 нерсени силерге сиздер салып коеюңдар. Уюштук тобунун атынан. Биринчи мына сынак деген сынак. Азыр сынактын жыйынтыгын чыгарат. Урматтуу ата-энелер, берди алып келген ага-эжеңер, силерден сураңыз, балдарга туура түшүндүрүп, бүгүн сынакты жыйынтыгын чыгарыш үчүн Атайын облустан, Атайын ар бир иштин өзүнүн баягы адистери бар да. Bugünün soysa da kasap soysunun dışında hadisler gelip karadı. Emi sürekli de alağız aslında özümüzün karavulcalık türü tartıyorlar. Nasıl mına oblusluk Atayın Baltar Çıkarmacılık Koroğlu sayt var. Ağa jaylaştırı az vatanına koşulurdan görmüştür. Men ушунчалык сыймыктанып отурам да Карабулжада улуу өнөр адамдарынын жолун улаган жалпы эле кыргыз элиндеги улуу таланттардын, улуу өнөр адамдарынын жолун улаган биздин Карабулжа элинде ошо уюткунун мол экендиги көрүнүп турат, туурабы? Мына уютку мына биз сиздерсиздер. Ошондуктан эми мен ушуга сыймыктанып отурам. Мына эжекада белгилеп өттү, башка райондорго салыштырмалуу. Эми бул эжеке белгилүү бир жанрдагы таланттарыбыз. Анан башка жанрдагы таланттар бизде көп да. Ошондуктан мен чоң ыраазычылык билдирем. Көкөева Анара, Көкөева. Орузалиев атындагы орто мектебинен. Сыйлык алгандар тизилип турасыңар. Бегиев атындагы орто мектебинин окуучусу Маматжалил кызы Аруке сыйланат. Ошондой эле грамота менен Жантошев атындагы орто мектебинин окуучусу Боронбаева Аруке сыйланат. Балдарың жеткен бүткөлөр. Ошондой эле грамота менен Шамши Исмаилов атындагы орто мектебинин окуучусу Маликов Бекзат сыйланат. Ошондой эле грамота менен Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин окуучусу Жоомактуулу Алтынбек. Абакеров атындагы орто мектебинин окуучусу Төрөгулов Рысбек сыйланат. Эркинбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Абдыраимов. Анан мына жерде кызыктыруучу сыйлыктар бар эле. Би боюнча Нурланбек кызы Алтынай Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинен. Нурланбек кызы Алтынай. Турасанова Асия Токтогул орто мектебинен.
Күйшілік мектебінен Таалайбек қызы Жазгүл. Күйшілік мектебінен Таалайбек қызы Жазгүл. Қызы Салтанат. Мырза Ибраим қатында ұлты мектебінен Нұрмахмет қызы Алтынай. Сұрабаев қатында ұлты мектебінен Сайдулла қызы Айғаныш. Мырза Ибраимов атындағы орта мектебінен Нұрланбек қызы Алтынай. Сайдулла қызы Айғаныш өр бойынша 3-ші орын Шайлаубаев Нұрқиял Ничке су. Екінші орын Орзалиев атындағы орта мектебінен Доспаев Абдумалик. Нұркелді Терексу орта мектебінен. 12 жаштан 14 жашқа чейин 3-ші орын Абакиров атындағы орта мектебінен Саматова. Өр бойынша 3-ші орын Саматова. 2-ші орын Юсупов атындағы орта мектебінен Базарбай қызы Уылқан. 2-ші орын Юсупов атындағы орта мектебінен Базарбай қызы Уылқан. 1-ші орын Мариш Батыров атындағы орта мектебінен Дастанұлы Баястан. Өр бойынша 15-17 жаш құрақтағылар. 3-ші орын Бегетаев атындағы орта мектебінің оқушысы Ақпарали ұлы Мелис. 3-ші орын Ақпарали ұлы Мелис. 2-ші орын Алмазбек қызы Жайнагүл Оразалиев атындағы орта мектебінен. 1-ші орындан 2 шығыптыр 15-17 жаш құрақ. Терексу атындағы орта мектебінен Жапарова Назима. Шарғынов атындағы орта мектебінен Қаныбек ұлы Ербол 1-ші орында. 2-ші орындар 1-ші орынға 15-17 жаш құрақтан 2 шықты. Би бойынша Шарғынов атындағы орта мектебінен. Би бойынша, өр бойынша бүтті. Би бойынша 7 жаштан 11 жашқа чейін. 3-ші орын Исаев атындағы орта мектебінің оқушысы Рысқұлов Билал сыйланады. 2-ші орынға Ормакеев атындағы орта мектебінің оқушысы Абдықалықова Айлина. 1-ші орынға Оразали Сайдулқанов атындағы орта мектебінен Жаанбай қызы Луара сыйланады. Ормакеев Айлина барсың ба? Бұл Луара 1-ші орын. Айлина барсың ба Ормакеев? 1-ші орын Оразали Сайдулқанов атындағы орта мектебінің оқушысы Жаанбай қызы Луара. Жанбай қызы. 12 жаштан 14 жашқа чейинки. 3-ші орын Субан ұлы Алмас мектебінен Кеңешбек қызы Салтанат. 2-ші орын Бакеш Мамбетов атындағы орта мектебінен Үсенбай қызы сыйланады. 1-ші орын Бегиев атындағы орта мектебінен Турдымамат қызы сыйланады. 15-17 жаш құрақтағы Би бойынша
Üçüncü orun Kanыбек kızı Elgiza Silanat Ороза Сайылканов атындағы орта мектебіне. Экинчи орун Токтогул орта мектеп Бердибекова Перизат Сыйланат. Биринчи орун Осмонов атындағы орта мектебинин окуучусу Абдымомунов Ислам Сыйланат. Ушуну менен мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктанам аттуу сынагыбыз аягына чыкты. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жакшы жетип алыңыздар.